Сәлеметсіңдер ме балалар? 7-ші сыныптың қазақ тіл сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы желдің пайда болуы. Сабағымыздың мақсаты мәтіндік және графиктік, яғни кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер арқылы ақпаратты интерпретациялау, оқылым стратегияларын қолдану, комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу. Балалар, біз жел және оның түрлерімен танысамыз. Өздерің білетіндей, желдің самал жел, дауыл, құйын, торнадо, тайфун деген түрлері бар екен. Біз желдің бұндай түрлерін күнделікті өмірде теледидардан көріп жатырмыз. Самал жел, не күшті дауыл. Ауаның жоғары қысымды аймақтан төмен қысымды аймаққа қарай орын ауыстыруын жел дейді. Қысым айырмашылығы көбірек болған сайын желдің күші де арта түседі. Желдің күші Бафорт шкаласымен өлшенеді. Күші бірге тең болғанда біз желдің бар жоғын байқамауымыз да мүмкін. Күші 10-ға тең болғанда өзімізді тік ұстап тұруымыз екіталай. Жергілікті желдер жүйесі жер бедері әртүрлі аймақтар арасындағы қысымды теңестіреді. Мысалы, құрлық пен теңіз, таулар мен аңғарлар. Сондай-ақ ғаламдық желдер жүйесі бар. Жерде соғатын барлық желдер алып, шексіз айналымда болады. Олар мүлдем жел соқпайтын аймақтан, яғни экватордың тымық белдеуінен басталады. Бұл атауды 16 ғасырда тыныштық күйге алданып қалған теңізшілер қойған болатын. Бұл экватор айналасындағы жер мұхиттарының белдеуі күн сәулесінің толық күшін алады. Аптап ыстық алып ауа бағандарын жоғары көтеріп, өте төмен қысыммен үлкен бұлттар қалыптастырады. Ауа экваторда жоғары қарай тік көтеріліп, аумақты желсіз қалдырады. Дүние жүзіндегі жел айналымы осылай басталады. Төмен қысым солтүстік пен оңтүстіктен қуатты пассаттарды өзіне қарай тартады. Бұл жылы ауа жерге түсер алдында мыңдаған километрді басып өтеді. Содан кейін қос айналым тағы да қайталанып, полюстерде қайтадан 6 алып жел жүйесін қалыптастырады. Олар үнемі жер температурасын тепе-теңдікте сақтауға тырысады. Осы жел жүйелері болмағанда экватор анағұрлым ыстық болар еді. Ал полюстер тіптен суық болатын еді. Осылайша алып жел айналымы бүкіл ғаламшардың жылу жүйесін реттеп отырады. Құрметті білім алушылар, өздеріңе көрсетілген бейнебаяннан және оқулықтың оқылым тапсырмасы бойынша жел туралы толық мәлімет алдық. Олай болса, мына сұрақтарға жауап берейік. Жел дегеніміз не? Желдің қандай түрлерін білесіңдер? Және желдің соғуына жер бетіндегі температураның қаншалықты әсері болуы мүмкін? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Яғни, жел дегеніміз жер бетіндегі ауаның горизонтал бағытта бір жерден екінші жерге орын ауыстыруы екен. Сонымен, желдің бағытын және жылдамдығын анықтайтын құралдармен танысайық. Мына суретте көрсетілген флюгер желдің бағытын анықтайтын құрал болса, аниометр желдің жылдамдығын анықтайтын құрал екен. Міне осыны алдағы уақытта біліп жүріңдер. Ал білім алушылар, енді мына тапсырмаларды орындайық. Бүгінгі оқу мақсатымызға сай өзімізге керекті мәліметті іріктеп оқимыз.
керектісін. Бірінші, желдің жылдамдығы мен бағытын анықтау жолдары. Екінші, тропиктік ауа массасының келуі. Үшінші, дауылдың тұруы. Екінші сатыда зерттеу жүргіземіз. Не себепті батыстан келетін ауа ағындары республикаға түсетін жауын шашынның көбін әкеледі? Екінші, теңіздер мен ірі көлдерде неліктен дауылдар кейде құйын аралас, сұрапыл толқынды су қозғалысын туғызады? Үшінші, неліктен жел жоғарғы қысым аймағының төменгі қысым аймағына қарай соғады? Міне осы тапсырмаларды орындап болсақ, өзіміз бүгінгі тапсырма бойынша әрқайсымыз пікір айтып көреміз. Балалар, осы тапсырманы орындауға тырысыңдар. Іріктеп оқыған кезде барлық тапсырманы мәліметті оқымаймыз, әрқайсымыз өзімізге керекті мәліметті ғана іріктеп оқимыз. Зерттеуде де солай, әрқайсымыз өзімізге жақын ұнаған сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Сонымен қатар бүгінгі сабақ бойынша пікір айтып көрейік. Ал балалар, бүгінгі сабақ бойынша желдің қандай маңызы бар екен? Осы сұраққа жауап берейік. Яғни, желдің маңызы біздің өмірімізде өте зор екен. Жел арқылы ауа тазарады екен, және жел таулардың пішінінің өзгеруіне әсер етеді, электр энергиясын өндіреді, өсімдіктің көбеюіне ықпал етеді. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасаймыз. Сау болыңдар.